Әңгімешіл ат-әбзелі құлпырған көлік және неоннан тұратын тұман. Бүгінгі санда осы және өзгеде қызықтар сөз болатын назарларыңызда ел не дейді бағдарламасы. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева, армысыздар. Ат-әбзел ата тегін жайлы айта ала ма? Қазақстанда Бұлғарадан ұлттық бұйымдар жасау кеңінен жайып келеді. Гүл құшағындағы өмір ақшта ерекше көрме ашылды. Инертті газдар романтикасы, айналамыздағы неондар неге күн санап азаюда. Қай қазақтың үйіне барсаң да алдымен қожайыны ата тегіңді қазбалайды. Елің кім, руың кім, қала берді, қай жүзденсің деп сұрайды. Әрине, ата салтын ардақтаған кез келген адамның оған мүлтіксіз жауап берері анық. Тіпті оның ер тоқымына дейін тіл қатуға дайын тұруы тиіс. Қазіргі шеберлер кәдімгі ат әбзеліне осындай ақпарат енгізіп қойыпты. Ержігіт Тоқтаров өте үлкен ұқыптылықпен Бұлғарға өрнек енгізуде. Ер тоқым осылай жасалады екен. Бастысы материалдың қалың болуы, сапасына да үлкен көңіл бөлінеді. Кейіпкеріміз жылқыларды бала кезден жақсы көрген, тіпті талай бәйгелерге қатысып жеңіс тұғырынан табылыпты. Ал ат әбзелін жасаумен соңғы 2 жылдан бері айналысады. Бірақ бұл қолөнермен бертін келе қауышқан дегенді білдірмейді. Кішкентайынан ұлттық аспаптар мен ыдыстарды керемет кескін деген. Кейінен өзімнің бала кездегі арманымды орындағым келді. Өнерім шыңдалған соң. Содан кейін Алматыда шеберлер көп, мысалға Бейсен деген ақсақал бар, сол кісіден барып сабақ алып, сол кісі біраз тері жағын қалай істеу керек, ер тоқым жағын қалай істеу керек, соның бәрін көрсетті бағдарын. Ержігіттің айтуынша шын шебер ешқашан шебермін демеу керек. Керісінше көбірек ізденіп өзін жан-жақта жетілдіргені дұрыс. Мәселен, кейіпкеріміз қазір ер тоқымның тарихы мен түрлерін зерттеп жүр. Менде қазақта рулар әртүрлі ер тоқымдар болған ғой, енді орта жүздікі басқа болған, ұлы жүздікі басқа, кіші жүздікі басқа деп нетеді. Енді кезінде неге олар мысалы орта жүздікі, кіші жүздікі неге бөлген? Онда мысалға ол кезде мысалға алыстан келе жатқанда адам таниды. Мысалы ер тоқымына қарап. Ержігіт әр ер тоқымды жасау үшін 2 айға жуық уақыт жұмсайды екен. Әрине жұмыс ауыр, алайда сәйкесінше кейінгі кезде сұраныс артуда. Қажетті теріні ол көрші Ресейден әкеледі, ал арнайы бояуды Америкадан алдырады екен. Сыйлыққа іздейді адамдар. Ауқатты адамдар сыйлыққа іздейді. Сосын өз сері кісілер болады, ат құмартып жүрген. Сол кісілер тапсырыс береді. Маған осындай ер тоқым жасап бер, маған осындай ер тоқым жасап бер деп. Сонда адам тапсырысына қарай жасаймын. Мысалы, өрнектерін айтады кей кезде маған өрнегін басқаша жасап бер. Ер тоқымның қасында егіз сыңарындай қамшы жүретіне белгілі. Оны ержігіттің досы жасайды. Айтуынша кейінгі кезде ұлттық бұйымдарға деген сұраныс артуда. Қазір тек оларды шетелдік қонақтар ғана емес, жергілікті тұрғындарды бірнешелеп сатып алып кетеді. Гүлді тұтас қанат пен гүлді темір тұлпар. Бақытымызға орай алдыңғысы шағу білмейді. Ал кейінгісі жүре алмайды. Алайда қайғайсы да өте әдемі. Пенсильванияда өткен кезекті шоу осындай тамаша туындыларға толы болды. Алдағы бейне баянға назар салыңыздар. Биылғы гүлді шоудың басты ерекшелігі осы болып, дизайнерлер оны Дисней фильмдеріне қарап дайындапты, яғни Немо, Күлбике сияқты анимациялық картиналар осыншалық шабыттандырған екен. Жалпы шараның өзіне жыл сайын мыңдаған адам жиналады. Олар ең алдымен жұлдыздарға арналған қызыл кілемнің үстімен жүріп өтеді. Кейін пальма ағашынан бастап, раушан гүлге дейінгі жасыл желекке толы декорациялық әлемге кіреді. Ондағы барлық шығарма соңғы 20 жылда жарық көрген кинолар желісімен орындалыпты, бірақ бір кедергі бар. Жайсыз ауа райы жоспарды 100% жүзеге асыруға кедергі жасауда. Көктем келер-келместен гүлдерді құлпыртып қою қиын ғой. Сондықтан гүлді шоудың ойдағыдай өту үшін барымызды салдық. Әрине, аз жұмыс жасалмаған анық, бірақ нәтижесін көргенде қиындықтар түгел ұмытылып керемет сезімге бөленді. Том Моррис биыл теңіз әлемі деген тақырыпты таңдапты. Керемет кескіннің арасында Немо фильмінің элементтері көп. Автордың өзі де артынан осы картинадан шабыт алғанын айтты. Ерекше идеяның арқасында көрмеде алғаш рет скат, медуза сияқты теңіз жануарлары пайда болған екен. Кескін атауын су асты хикаялары деп қойдым, ал негізгі идея сол Немо фильмінен алынды.
Бірегей туындылар арасынан Кевин Бургтың «Тачки» деп аталатын шығармасын ерекше атап өтуге болады. Автор көлік қаңқаларын, қоқыс қоймаларынан алған, ал өсімдіктерді Делавер штатында өсіріпті. Себебі ол Америкадағы машина құрастыратын бас қала болып саналады. Осы мультфильмді қатты жақсы көрем. Балаларым да оны ұнатады. Ал ағам спорттық көліктер әуес қоям. Сондықтан темір тұлпарға жақын тақырып іздей бастадым және дәл таптым. Бұл салаға жастарды көбірек тарту керек, сондықтан соңғы кезде насихат жұмыстарына көп көңіл бөлудеміз. Нәтижесінде осындай деңгейге жетіп отырмыз. Осылайша биылғы шара түгелде Дисней әлеміне арналып отыр. Жыл сайын наурызда өткізілетін шоу биыл ерекше нақышта болды. Білікті мамандар дәл осында баға беруде. Айта кетейік, гүлді көрме дәстүрлі түрде 1829 жылдан бері өткізіліп келеді. Инертті газдар романтикасы. Қазір осындай да бар екен. Бұл құбылысқа біз дем алып жүрген бар ауа қатысады. Нақтырақ айтсақ, әңгіменің бәрі неонда. Бұл химиялық элемент жарнама жазбалары мен басқа да бірегей бұйымдар жасауға мүмкіндік береді. Қалай екенін бірге білейік. Ричард Уильям Витерді бастапқыда көбі қағынған деп ойлады. Өйткені неонды шеберхана ашу қауіпті нәрсеге жатпайды. Бірақ адамдар оның қадірін бертін келе білді. Бұл химиялық элемент қазір шамдар нарығын жаулай бастаған. Neon gas. Инертті газдар ішінде кеңінен таралғаны осы неондар. Әсіресе күнделікті демалып жүрген ауамызда көп кездеседі. Бұдан бөлек адамзат оның жарық шығару қабілеті барын біледі. Және бірден қолдана бастады. Ал мен неонның мүлде басқа қасиеттерін аштым. Бұл шеберхананың жұмыс жасауына сол түрткі болды. Бір сөзбен айтқанда неон дегеніміз тұнып тұрған романтика. Күн сайын көбейіп жатқан тапсырыстың арқасында Витер аз уақыт аралығында танымал тұлғаға айналып кетті. Оның туындылары Исландия, Норвегия, Франция, Дания сияқты елдерде қойылды. Ал алдағы қыркүйек айында бір бөлігі Нью-Йорктегі Light Bright Neon студиясына аттанбақ. Жалпы Ұлыбритания бойынша тек осы Витердің тобы ғана неоннан туындылар жасайды. Жасап қана қоймай, білгендерін басқалармен бөлісіп жүр. Яғни арнайы курс ашқан екен. Айтуынша бұл іспен кез келген адам айналыса алады. Бастысы талап пен төзім болса болғаны. Қауіпсіздікті де ұмытпау керек. Себебі неонмен жұмыс өте қауіпті саналады. Бұл жерде үшкір әйнектер бар, алдымен содан сақ болған абзал. Одан кейінгі қауіп өрттен, кез келген уақытта күйіп қалуың мүмкін. Ал сол жалынның өзі арнайы газдан алынды. Тиісті талап сақталмаса, ол да жарылып кетеді. Әйнек әбден қызып қажетті қалыпқа келгенде ішіне неон құйылады. Оны электрлі түтік арқылы өткізеді. Айтпақшы, бұнда электр де бар, сондықтан қауіпсіздікке өте қатты көңіл бөлу керек. Менің артында тұрған электрлі түтіктер тым үлкен қуатпен жұмыс жасайды. Ал егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, ажалдан құтыла алмайсыз. Витердің үлкен қуат деп тұрғаны 20 000 вольт. Электр түтіктері ауаны әйнектен сорып алып, орнына неон мен аргон құяды екен. Ал оның жарығын күшейту үшін бір тамшы сынап қосады. Нәтижесінде алынған өнім жылдар бойы үздіксіз жұмыс жасайды. Неон романтикасы деген осы. Бағдарлама соңында аспаздық медициналық тұрғыда бір кеңес берейік. Американың оңтүстік Каролинасында Бұрыштар сарайы деген мейрамхана ашылды. Оған қонақ болып барған Рэнди Скимс ең ащы тағамды жегісі келген, бірақ оны аузына салғаннан кейін қол аяғы діріліп, есін жоғалта бастапты. Артынан жедел жәрдем келіп, жігіттің миында қатерлі ісік барын анықтады. Ең қызығы, Рэнди балағаттаудың орнына мейрамхана мамандарына алғысын жаудырған екен, себебі тым ащы соус болмағанда ауруын алдын ала анықтай алмас еді. Жалпы медицина мамандары ащы тағамның көптеген жасырын ауруларды ашылатын айтады. Әрине, тұтынушы бұл тағам түрлерін күнделікті қолданып, ағзасын әбден үйретіп алмаса. Әңгімешіл ат-әбзелі құлпырған көлік және неоннан тұратын тұман. Бүгінгі санда осы және өзге де қызықтар сөз болатын, назарларыңызда ел медит бағдарламасы. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева. Армысыздар.